Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге даналық сөздер арнасы. Қазақ қыздан тараған жеті ұрпақты қалай атаған? Қазақта жеті атасын білген ұл жеті жұрттың қамын жер деген даналық сөз бар. Балаға жастайынан жеті атасын жаттатқызып, түп тарихы туралы өнегелі әңгімелер айтып отырады. Ал қыздан туған ұрпақтардың қалай аталатынын бірі білсе, біріміз білмей жатамыз. Жиен, қыздан туған бала. Халық адамның жақсы қасиеттері нағашыдан жұғады дейді. Халықтың салт дәстүрі бойынша жиенді ренжітуге, қол жұмсауға болмайды. Жиеншар. Жиеншар жиеннен туған бала. Ол да әкесі сияқты жиенді құрыпты жалғастырады. Қыздан туған жеті ұрпақты жиен, жиеншар, дегеншар, көгеншар, көбеншар, төбеншар, өленшар деп атайды. Халық арасында тараған тағы бір нұсқаны бөлісе кетуді жөн көрдік. Жиен, жиеннің баласы жиеншар, оның баласы көгеншар, оның баласы дегеншар. Бұл атауларды Әбіқай бидің баласы Ахметқан шешен айтып кеткен. Кейбіреулер жүрежат пен туажатты шөпшектен кейін тіркейді. Бұл әлі анықтай түсуді қажет етеді. Қазақ халқы қыздан туған жиенді құрметтеп ерекше сыйлаған. Жиен нағашыларынан нені қаласа да 3 рет алуға қақы бар. Ал нағашылары қандай қымбат зат болса да беруге тиіс. Бұл салт жиен құрық деп аталған. Сіздермен бірге болған даналық сөздер арнасы. Лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз.